Хей, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар Казмен Ардастан Нарутоның қателіктерін көретін боламыз. Қызықты болады деген ойдамын. Сол себепті лайк басамыз, арна жазыламыз, ал біз видеомызға кеттік. Ал давайте достар, Нарутоның қателіктерін көрейік. Маған шынымен де қызықты болып тұр. Нарутодан қандай қателіктер тапты екен Казмен. Көрейік. Хей, бәріне сәлем, мен Казмен. Бүгін мен сіздерге Наруто анимесінен қателіктер тауып айтатын боламын. Наруто анимесі сіздерге ұнаса, лайк басып, арна жазылып, қоңыршаны бастатты байо. Достар, қайтадан лайк басамыз. Лайк басамыз, татты байо. Тағы қателіктер тауып айтатын боламын. Ал олай болса, мен видеомды бастай берейін. Бірінші сезон ғой. Татты байо. Бірінші сезон. Йо-майо, баяғы. Наруто сиқырлы матан арқасын. Достар, сразу видео бастамастан бұрын, егер де Наруто ұнататын болсаңыздар, лайк басып кетіңдер. Ноталды. Келесі кадр, мата қайда. Жоғалып кетті біл. Арттан қарасақ, Чоджи норм отыр екен. Артынан қараса нормально. Алдынан көріскенде қолын шығарып тұр. Е-мое, достар, қараңдаршы, дым көрінбейді да, пикселі отыр кәдімгі кадр. Наруто өзі ояған красканы сүртіп жатыр екен. Шелегіне қарасам, дым жумаған, тап-таза су. Жай өтірік тряпкамен сипап жатыр ма? Ракурс дым өзгермеді. Артындағы жазу қайда? Тап-тамаша тұрды ғой. Тұз бұрыш Нарутоның алдында. Қателіктер бұл шынымен де, техника. Бұл шынымен де қателіктер, бұл жағында емес, типа. Перемещение сол жағымызда. Сүрекен көлденен ұшып бара жатыр. Юркоға тігінен қадалды. Сенсей, долго еще? Ё-моё. Вот, теперь можешь открыть глаза. Поздравляю, экзамен сдан. Ең ақылсыз сәттердің бірі. Білем, сюрприз жасағың келді. Наруто, сен басына повязканы кигізіп жатқанын қалай сезбедің? Мынандай затты байқамасан, төбелес шайқас кезінде жауларды қалай байқайсың? Неге Хокаге ғимаратында түсу керек? Басқа жер таппадыңдар ма? Қолына не болды, сенсей? Жарайды, қазір жөнделетін шығар. Жоқ, жөнделмеді. Қолдары что-то майса отыр ма, не істеп отыр, түсінбедім. Достопочтенный внук! Байалатындар, түсінбей қалдым. Мынаны тамашалаңыздар. Бүкіл нелер түсте алса ғой шіркін. Сасукенің оң жағында қыздар болды. Енді байқамаймыз. Жоқ тұр екен. Саскенің көлеңкесі бар. Енді қайда? Күн бір жаққа қашып кетті ма? Тамақты ордықтың үстінде көрмейміз. Сосын көреміз. Мен деген ниндзялық фокустар. 7-ші топ пен Какашидің арақашықтары әр кадр сайын ауыса береді. Шынымен де қараңдаршы. Какашидің арақашықтары әр кадр сайын ауыса береді. Ну не вообще? Слишком жақын тұр. Амында кім салған мынаны? Кім бұлай салған? Какашидің көлеңкесін көріп тұр. Жарайды. Ал мына заборчикті қайда? Әлдеме бірдеме білмеймін бе? Забордың несі жоқ. Сасуке 4 күн. Жақсы, ол қатты қателіктер емес, негізі ондайым. Негізі шын айтсам, мен Нарутоны атам, ойламаңыздар мен Нарутоның хейтері деп, немесе қолдап отыр деп осы қателіктерді. Мен вообще Казменға да Нарутоны ұнайтын шығар деп ойлаймын, өйткені бұл жай ғана қателіктер, жай ғана әзіл контент деп ойлаңыздар, достар, жалпы мен Нарутоның фанатымын естечі. Білмесеңдер. Бірақ Барутоны қарамаймын енді. Баруто аз сериясын қарадым, шын айтсам. 50 шақты сериясын қарадым, тек қана болды. Ағашқа 3 кунаймен 7 сүрекен қадалды. Қалай? Кішкентай өзендегі балықтар сынып қалған секілді. Ал? Қайтадан. Забузы қылышын көлденен ұстап тұр. Забузының көрсеткенде тігінен ұстап тұр. Не деген қылыш олсында? Басы көлденен, ұстайтын жері тігінен. Какаши жағада тұр деп ойласам. Забуза. Жағадан 10 метр. Забуза, достар, естерінде бар ма? Баяда осымен азар шайқасатын етті. Қазір бұл Забуза 2-ші сезонда болса, Нарутоның Шипуденде, мұны просто естіп қотатын етті. Потому что 1-ші сезонды қараңдаршы, достар, андай кәм шайқастар, ё-майо. Жылжып кетті. Шамал олды, кәдімгідей. Қонай жағы нормальный болған сияқты еді. Мынау не енді? Нарутоның басынан үлкен. Үлкен бұл салған. Осының бітпеді. Нұрекенің қолына алдынан қарасақ все норм. Үстінен қарасақ саусағы не болды? Нарутода ондай қателіктер көп негізі. Қателіктер бітті. Ұнаса лайк басып, арна жазылып, лайк басамыз достар. Оригинал жазыламыз. Мен ардамада жазында достар. Бұл тағы да видео түсіруге шабыт. Және комментарийға осы анимеде кім ұнады? Наруто,
Саске, Сакура, әлде Какаши? Наруто әрине достар, қайдағы Саскені ұнатпаймын мен достар, өйткені Саскені білесіздер өздерін, ол ауылдан кетіп қалады, Канохадан одан кейін жүреді, жаман болып кетеді, одан кейін қайтадан келеді, бірақ сонда да мен ойымша, Саскені мен пәле ұнатпаймын. Сакура болса достар, Сакура туралы ештеңе айта алмаймын, өйткені Сакура дейтін енді білмеймін, меніңше Сакура дейтін реально псих сияқты, білмеймін. Бірақ Сакураның да фанаттары бар шығар, так что білмеймін. Сіздер кім ұнатасыздар достар, Нарутода жазып кетіңдер комментария, қай кейіпкер сіздерге ұнайды. Комментке 3 сөйлемнен көп жаз. Мысалы, маған Шын айтсам, маған көбінесе Акацки кейіпкерлер ұнайды, Итачи, Пейнг, или сондай кейіпкерлер ұнайды. Маған еще Мадар ұнайды ғой, бірақ Мадар Акацкидан емес, бірақ сонда да маған Мадар ұнайды, еще тағы қандай кейіпкерлер ұнайды маған. Білмеймін, әйтеуір. Міне осылар ұнайды маған, короче. Ал осымен достар, Нарутоның қателіктерін көріп болдық. Шын айтсам, маған видео ұнады, мен видеоға әрқашанда лайк басып кетемін. И шыны керек достар, мен ойымша Нарутода тоже жететін сияқты қателіктер. Мен ойымша Нарутоның қателіктеріне тоже бірнеше бөлімдер түсіруге болатын сияқты. Әзірше қазір тек қана бір видео сияқты Нарутодан. В общем, давайте достар, қазір жазыңдар Нарутоның жалғасын түсірсін, өйткені мен екінші сезоннан көргім келіп бара жатыр енді. Ал осымен онда мен видеоны аяқтаймын. Сіздермен бірге ондырылған қалам. Кейсіз ізкенше сау болыңыздар.